Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен борщ дайындаймыз. Әкемнің рецептісімен, сондықтан да каналға тіркеліп, пальчикті жоғары қарай басыңыздар, мені қолдап отырыңыздар. Борщты мен қойдың қабырғасына пісірмекпін. Суға пісіріп аламын 2 сағаттай. Етіміз піскенше орам жапырақты жіңішкелеп тураймыз. Картобымызды тураймыз. Сәбізді мен терканың ең кішкентай бөлігінен өткіземін. Піскен етімізді бөлек тарелкеге салып, сорпамызды сүземіз, кішкене сапырамыз. Сол кезде сорпаның дәмі кіреді. Сорпамызға орам жапырақ және де картоп, сәбізді бірден салып жіберемін. Мұқият араластырып, қақпағын жауып пісіреміз. Ал енді қызылшаны терканың ең кішкентай бөлігінен өткіземін. Пиязды ұсақтап тураймын. Табаға май құйып, кішкене қыздырып аламын. Кейін пиязымды салып қуырамын. Борщ пісірген уақытта үйдің іші ерекше жылуға бөленеді. Газде мысалы ет піседі, пиязды қуырасың, оның хош иісі бөлмені алып кетеді, керемет болады. Қуырылған пиязға сарымсақты қосып, тағы да қуырамын. Және терканың ұсақ бөлігінен өткен қызылшамызды қосып, бірге қуырамын. Осы тұста сіздерге керемет лайфхак айтқым келеді. Маған онымен повар бөліскен болатын. Осы қуырылған қызылшаның үстіне лимон шырынын және де 1 ас қасық қант қосып жіберіңіз. Піскен етімізді тураймыз. Кастрөлінің қақпағын ашып, картофыңыз пісті ме екен тексеріп алыңыз. Біздің қызылшамыз дайын болды. Сорпаға жайлап саламыз. Сіз байқаған боларсыз, қызылшаны біз ең соңында қостық. Барлығы пісіп дайын болғаннан кейін. Мұқият араластырамыз. Тураған етімізді саламыз, араластырамыз, 5 минут қайнатамыз, қақпағын жабамыз, астын сөндіреміз. Болды, біздің борщ дайын.
Піскеннен соң шама келсе, уақытыңыз болса, 15 минут бұқтырғаннан кейін барып дастарханға ұсыныңыз. Сіздермен болған Бибінұр Хамитқызы. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Пальчикті жоғары қарай басып мені қолдап отырыңыз, және сұрақтарыңыз болса комментарийге жазсаңыздар болады. Мен бірден жауап беруге тырысамын. Ас болсын, сау болыңыздар.